Армысыздар. Сәуірдің 13-інде Талдықорған қаласында Еңбекшіқазақ аудандық сотының судьясы Ержан Байболов Атажұрт қазақ адам құқығын қорғау халықаралық ұйымының 19 белсендісіне үкім шығарғаны белгілі. Олар алауыздық қоздыру бабымен 4 жыл 8 айдан 5 жылға дейінгі аралыққа сотталды. Еске сала кетейін, былтыр 13 қарашада бір топ Атажұрт өкілдері Қытай-Қазақ шекарасының маңындағы Құлжат ауылының тұсында Қытайдағы азаптау лагерінде отырған қазақтарды босатуды, оның ішінде Қазақстан азаматы Әлімнұр Тұрғынбайды дереу босатуды талап етіп, наразылық акциясын өткізген. Бұған қоса, белсенділер екі ел арасындағы визасыз режимді де жоюды талап еткен. Наразылық ретінде олар Қытай туы мен Қытай Халық Республикасының басшысы Си Цзиньпиннің суретін өртеген еді. Белсенділерді қорғаған адвокат Шыңқуат Байжановпен біз бүгін әңгімелесіп, сот процесіндегі болған жағдайды жалпы осы іс туралы талқыламақпыз. Сәлеметсіз бе? Шыңқуат аға, қалыңыз қалай? Жақсы. Жалпы айып алауыздықты қоздыру бабына негізделген. Тергеу нұсқасы бойынша, егер әңгіме Шыңжаңдағы саясатқа қарсы наразылық туралы болса, сонда нақты қандай әрекеттерді алауыздық ретінде бағаланып отыр осы істе? Жалпы бұл қылмыстық іс бойынша аталған 19 азаматты 13 қараша күні 2025 жылы оларды әкімшілік құқық бұзушылық айыппен соттаған. Оларға 15 тәулік, 7 тәулік, 10 тәулік, сосын ақшалай айыппұлдар салынған. Бұл азаматтар 19 азамат, олардың барлығын ол жазаны мойындап, одан өтеген. Өтеп шықты, Өтеп шыққан. 14 қараша күні бұл азаматтарға сол 174 баптың 2 бөлігімен қылмыстық іс қозғайды. Ал енді біздің Қазақстан Республика Конституциясының 77 бабы 3 бөлігі 2 тармағына және де Қазақстан Республика қылмыстық процессуалдық кодексінің талаптарына сәйкес бір құқық бұзушылық үшін 2 мәрте қайтадан қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тартуға болмайды. Яғни 14 қараша 2025 жылғы шығарылған тергеушінің қаулысы ол заңсыз. То есть ол конституцияға қайшы. Осы заңсыз қаулымен тергеуші Өскемен қаласына, Қызылорда қаласына сараптама өткізу жөнінде 174 баппен осылардың бейнематериалда ұлтараздықты қоздыру бар ма? Сосын бұлардың жаңағы әрекеттерінде ұлтараздықты қоздыру бар ма деген сұрақтармен сараптама тағайындайды. Ол сараптаманы тағайындағанда заңсыз болады. Оның себебі біріншіден заңсыз қозғалған қылмыстық іс бойынша тағайындап отыр. Екіншіден қылмыстық процессуалдық кодекстің осы баптарын өрескел бұзып тағайындап отыр. Өйткені себебі сараптама тағайындаудың алдында қаулы шығарады, сараптама тағайындау туралы. Ол қаулымен сотталу күдіктілерді таныстыру керек. Біріншіден. Екіншіден, сосын соларға жаңағыдай осы сараптаманы өткізетін сарапшыларға сенімсіздік білдіру құқығын пайдалануға айту керек, пайдалану мүмкіншілік екенін. Сосын сарапшыға қойылатын сұрақтарды да олар қоя алады. Бұлар қаулы шығарылып бізбен таныстырған жоқ. Сіз енді әу баста жаңағы айттыңыз ғой, тергеушінің әрекетінің өзі заңсыз болды деп. Сіз соған сотқа шағымданып дауладыңыз ба? Енді соған келетірмін ғой енді. Енді осы кілең заңсыздықпен басталған қылмыстық іс келесі сотқа келгенде де сотқа келердің алдында мен бұл мәселені сол Ұйғыр аудандық прокуратурасының алдына қойдым. Сосын олар тарапынан ешқандай өзгеріс болмағаннан кейін мен бұл мәселені сол жаңағы облыстық прокуратураның алдына, сосын облыстық тергеу басқармасының облыстық департамент полиция тергеу басқармасының алдына қойдым. Сонда аудандық прокуратура ешқандай жауап бермеді, олар жауап берген жоқ. Бірақ бұл жерде олардың алдына мен қойғанда осы жаңа өзім айтқан мәселені қойғаннан кейін олар енді шамасы ақылдасқан ғой біреулерімен. Желтоқсан айының 7-сі күні облыстық прокуратура жаңағы мұна жаңағы Ұйғыр аудандық сотының
әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі 13-ші қарашада шығарған қаулылар заңсыз деп, соларды бұзу жөнінде. Енді бұл жерде наоборот керісінше болу керек еді. Областной прокурор менің айтқаным бойынша бұл жерде 14-ші қараша күні қозғалған қылмыстық іс заңсыз деп алу керек еді. Өйткені ол конституцияға қайшы. Бұлар керісінше 13-шінде болатын, 13 күні болған жаңа Ұйғыр аудандық сотының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі қаулысы заңсыз деп оларды бұзады. Онда олардың төлеген штрафтарын қайтарып бермеді ме? Жоқ, ешкімге ешқандай қайтарған жоқ. 15 соткілерді ешкімге қайтарған жоқ. Олар жөнінде ешқандай реабилитация жөнінде ешқандай шешім алған жоқ. Сөйтіп олар бұл істі олар жалғастырды. Енді осы жерде Шымқант мырза тергеу мәселесіне тоқталайықшы. Өйткені сот аяқталғаннан кейін бас бостандығы шектелгендер бар емес пе? Жаңағы 4 жылдан 8 ай және 5 жылға дейін. Солардың кейбіреуімен мен сөйлескенімде олар айтты, тергеудің қалай болғанын біз білмейміз. Себебі біз ешқандай да тергеуге қатысқан жоқпыз, бізден ешкім ештеңе сұраған жоқ деп дейді. Сонда бұл қалай, сонда сотқа дейінгі материал қалай дайындалды? Егер олардан жауап алынбаса, оларға ешқандай сұрақ қойылмаса? Бұлар жаңағы күдіктілер мына заңсыз қозғалған қылмыстық іс болғаннан кейін, және де заңсыз қылмыстық жауапкершілікке тартылып отқаннан кейін олар жауап беруден бас тартты. Көбі, яғни көбі 70-80% жауап беруден бас тартты. Енді жауап бергендері болды, бірақ жауап бергендері сол өздерінің қылмыс жасамағандықтарын айтты. Енді осы жерде сотқа келіп іс түскеннен кейін соттың үстінде мен бұл екі ұсыныс келтірдім. Бірінші ұсыныс осы қылмыстық істің заңсыз қозғалуына байланысты осы қылмыстық іс бойынша 7 желтоқсанға дейін алынған бүкіл тергеу амалдарының бәрін заңсыз деп тану жөнінде, сөйтіп қылмыстық істі қысқарту жөнінде. Бірінші ұсыныс қойдым. Сосын екінші ұсыныс сараптама қорытындылары заңсыз алуына байланысты сараптама қорытындыларын заңсыз деп танып қайталама сараптама өткізуді. Оны мемлекеттік Қазақ мемлекеттік университетінің филологиялық, сосын жаңа психологиялық мамандарына беруді, сол жерде өткізуді. Мен енді өз тарапымнан жаңағы қазір енді не бар ғой, жекеменшік жекеменшік сарапшылар. Сол сарапшылармен мен сөйлесіп, оларға осы мәселені көрсеттім. Олар енді әрине бәрі қарады, көрді жаңа ана сараптама қорытындыларын. Сосын олар айтты, бұл сараптама қорытындыларының барлығы мына сараптама өткізу жөнінде методикаға қайшы алынған деп олар айтты. Яғни бұл жаңағы әсіресе Қызылордадан Өскемен қаласының сараптама орталығының сарапшылары Молдашева мен Құдайбергеновтың сараптамалары ешқандай методикаға сәйкес келмейді деді. Олардың сөйлеген сөздері ең бірінші ол жерде бастап келгенде бірінші сөйлеген адам жаңағы Тұрғанбайдың әйелі Гүлдария деген. Сол азаматша сөйлегенде ол өзінің күйеуінің заңсыз ұсталып отырғандығын, оның Қазақстан азаматы екендігін, оны ұстап отқан Қытай билігінің заңсыз әрекетін босатуды талап етті. Бітті оның сөзі осы. Ол жерде ол ханзулар жаман, манжулар жаман, олар адам етін жейді деген ондай сөздер айтқан жоқ. Ешкімді айыптаған жоқ. Сосын екінші сөйлеген адам ол Бекзат Мақсұтхан. Ол Бекзат Мақсұтханның әуелден айтып жүрген әңгімесі, сол баяғы сол 18 жылдан бері айтып кеткен сөзі, ол да айтты да, Қытайдың мына геноцидтік саясаты, аз ұлттарға қарсы жасап отқан, ол дұрыс емес, оны тоқтату керек. Сосын мына Тұрғанбайды қамағаны да соның жалғасы, сонда геноцидтік саясаттың. Сосын жаңағы Қытайлардың Қазақстанға визасыз кіру саясаты, ол дұрыс емес, бұлдай келісім шарттарды қайта қарау керек деді. Бұл жерде де ол ешқандай жаңағы ханзуларға, манжуларға, тибеттіктерге, или болмаса Қытайдағы басқа да халықтарға қарсы ештеңе айтқан жоқ. Содан кейін сөз сөйлеген Марғұлан деген жас жігіт, ол қытайша сөйледі. Ол қытайша сөйлегенде оның сөзі, ол 3 ауыз сөз сөйледі, ол айтқаны Қытайдың коммунистік партиясымен жаңа істеп отқан саясаты заңсыз, Тұрғанбайды заңсыз ұстап отыр, сондықтан Қытай коммунистік партиясы құрыс кетсін, сен сияқты кетсін. Сондай сөз. Бұл жерде ұлт жөнінде ешқандай әңгіме жоқ. Сосын 4-ші сөйлеген әйел, ол сөйлегенде жоқ, ол тек просто мына қытайларға эмоциональный айтты енді, қытайлар жөнінде, ол әйел.
енді ол жерде де жаңағы именно Қытайдың ұлты жөнінде емес, билігі жөнінде эмоционально айтты. Қытайдың билігі құрсын. Қытайдың билігіне қатысты, иә. Гүлнәр Шаймұрат па сөйлеген? Гүлнәр Шаймұрат. Иә, Шаймұрат. Енді осыған байланысты енді Қазақстандағы сарапшылар соның бәрін көріп, оқып, изучать етіп, жаңағы бірақ олар айтты, біздер жаңағы бұндай егерде сараптама беретін болсақ, лицензиямыздан айырыламыз. Біздер. Өйткені мына жерде саясатқа қатысты іс, сондықтан біздер оны бере алмаймыз деп, олар Қазақстандағы сарапшылар менің жаңағы ақшалай қаражат төлеп жасатады деген сараптаманы олар жасай алмады. Сондықтан мен енді амалым жоқ, мен алдымда оны жаңағы недегі шетелдің сарапшыларына жүгінуге тура келді, шетелдің сарапшыларына. Өткен себебі нақты кімге? қазір келем. Бұл сарапшының аты жөні Руне Стенберг. Мына Алаумутия қаласындағы Палацкий университеті, Берлин Еркін университетінің ғалымы, доктор ғылыми дәрежесін алған 2014 жылғы. Сосын мына бұл кісіге шыққан себебім, бұл Шынжаң мен Орталық Азия бойынша сарапшы. Бұл кісінің сондай несі беделі өте мықты. Бұның сараптамасына енді бүкіл дүние жүзінің жаңағы ғалымдары сеніммен қарайды. Содан мен осыны сотқа ұсындым. Қабылданды ма? Сот қабылдады бұны. Қабылдады, ұсындым. Сол жерде ол былай деді: Қытай туын және Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің бейнесін өртеу және таптау әрекеттерде наразылықты білдірудің орынсыз, әдепке сай келмейтін және жеке тұлғаға әрі Қытай мемлекетіне құрметсіздік танытатын нысандары ретінде бағалануы мүмкін. Алайда бұл әрекеттер Қытай халқына халық ретінде немесе кез келген басқа ұлттың этникалық қауымдастыққа қарсы бағытталмаған. Си Цзиньпин қытайлық саясаткер және Шынжаңда қазақтар мен ұйғырлардың жаппай қамауға алынуына жауапты деп саналатын тұлға. Айыпталушылардың оған және оның саясатына қатысты түсінікті наразылығын Қытай халқына халық ретінде қарсы өшпенділікпен шатастыруға болмайды. Қолымдағы деректерге сәйкес бұл әрекеттер Қытай халқына қарсы ұлттық араздықты қоздырмайды және Қытай азаматтарының ұлттық қадір-қасиетіне, ар-намысына тіл тигізу болып табылмайды деп жазды. Енді судья Байболов осыны қабылдағанмен оны іске тіркеді ме? Іске тіркеді, қабылдады, менің ұсынысымды қабылдап, іске тіркеді. Оның салмағы болмады. Енді бірақ енді мән бермеді ғой. Мен сотта сарапшыларды сұрады. Бұл екі сарапшы мына 7-8 адамға бұлар былай деп қорытынды берді. Мен сізге қазір оқып берейін. Мысалға, олар былай деп қорытынды берді. Оларға да сол сұрақты қойды ғой, мысалға, сіздер мына адамдардың да ұлт араздық қоздыру бар ма дегенде, ол былай деп қойды. Зерттеуге ұсынылған бейне жазбада Ақжігіт Бейсенәлінің тілдік актілерінде вербалды түрде ұлтаралық алауыздық пен араздық қоздыру белгілерінің бар жоғын, вербалды түрде азаматтардың ұлттық ар-намысын қорғау сипатына айналымдардың бар жоғын, азаматтардың ұлттық қатысы белгілері бойынша олардың артықшылығы не толыққанды еместігін сипаттау белгілерінің бар жоғын анықтау жоғарыда көрсетілген негіздерге сәйкес мүмкін емес деді. Яғни бұлар сөйлемегеннен кейін, мысалға айтып отыр, Ақжігіт ештеңе істемейді, жай ғана тұр, ештеңе айтпайды. Сондықтан оған бұлар айтады, оның әрекетінде ұлт араздықты қоздыру бар ма жоқ па біз анықтай алмаймыз. Дәл осындай сараптамаларында ол көрсетеді. Біздер жаңа тек қана филология ғылымдарының маманы болғаннан кейін дейді, біздер жаңа вербалды түрдегі біздердің жаңағы біз ондайға не бере алмаймыз деп айтады осы сараптамаларда да. Ал енді басқа міне дейді, бейнежазбадағы конфликтогенді жағдаятқа қатысушы тұлғалардың визуалды, вербалды идентификация анықтау арнайы техникалық білімді қажет ететіндіктен сарапшы филологтың құзыретіне кірмейді деп өздері айтады. Бірақ басқа мысалы мына Ақжігітте айтады, бұл жерде ешқандай Ақжігіт дәл сол сияқты мына кейін үкімде шартты жаза алғандай ғой, шартты жаза жаңа сотталды, олар да кінәлі деп танылды 174-пен. Бірақ оларға шартты жаза белгіледі жаңа шектеу. Осы азаматтардың барлығына жаңа сарапшы айтады, бұлардың әрекетінде анықтау мүмкін емес дейді. Ал біздер адвокаттар енді қаншама жылдар осыны соттық практикада келатырмыз ғой. Сарапшы егер де солай деп анықтама берсе, мүмкін емес деп берсе, ол ақталады.
Енді бұл жерде сол 7 адамға мен соттың өзімнің жаңағы сарапшылармен мен сөйлескенде сарапшыларға айттым да, сіздер осы 7-8 адамға сіздер сондай мүмкін емес деп бергеніңіз оларды ақтауға жата ма дегенде, соттың үстінде олар айтты, иә, біз олардың әрекетіне ешқандай ұлтараздық қозуы жоқ деді. Жоқ екендігін біз анықтай алмадық деді. Ол уже жаңағы қылмыстық процессуалдық кодекстің 19 бабына сәйкес кез келген күмәнді жағдай сотталушының пайдасына шешіледі. Яғни бұларды бірден ақтау керек еді. Бұларды мысалы ақтап жіберу керек еді. Ал егерде мысалға қалған жаңағы 4 адамның есінде бар деді, сосын жала өртегендегі бар деді. Оларды да мен айттым, сіз мына жерде айтасыз, менің құзыретіме кірмейді деп. Ал зажигалкамен жағып тұрған адамды сіз айтасыз, ол ұлтараздықты қоздырып тұр деп. Сіздің құзыретіңізге кірмесе, сіз қалай оны анықтадыңыз? Сіз ғой психолог емес. То есть ол сараптамада оның есіне кірмейді, құзыретіне. Яғни олар да заңсыз. Яғни бұл жерде ешқандай бұлардың әрекеттерінде қылмыстық кодекстің 174 бабының 2 тармағы жоқ. Бұл жерде бұлардың әрекеті, мысалға жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық бар ғой, жаңағы қоғамдық тәртіпті бұзу, олардың өзі сол ғана бар. Енді мысалға нағыз соттау керек дейікші, мысалы, нағыз соттау керек енді. Бұл соттамаса болмайды. Енді да сондай жоғарыдан тапсырмалды. Мысалға айтайық, енді біздерде судьялар тәуелсіз деп енді өзін ешкім айта алмайды ғой, судьялар тәуелсіз деп. Өйткені себебі судьяларды біздерде президент тағайындайды. Ол президенттің указымен тағайындалады. Ол президенттің указымен тағайындалады болғаннан кейін, ол президент енді атқарушы да биліктің басшысы ғой. Сондықтан бұл жерде судьялар міндетті түрде президентке тәуелді, былай қарағанда. Сондықтан егерде айтайықшы, аппарат президенті жағынан тапсырмалар болатын болса, судьялар соттау керек дейік, мысалы. Айтты, соттан оларды деді. Бірақ судьялар сондай тапсырма болуы мүмкін. Мүмкін ғой енді. Енді былай қарап отқанда судьялар заңгерлер ғой. Олар ананы судья тыңдады, оқыды, сосын өзінің басшыларымен ақылдасты. Олар былай деп айту керек еді ғой, бұл жерде 174 бап жоқ. Ол мүмкін де емес. Адвокаттың берген ұсыныстары барлығы дұрыс, олар бәрі дұрыс, 174 бап жоқ. Давайте біз бұлардың іс-әрекетін 389 бапқа өзгертейік. Қылмыстық кодекстің 389 бап өзінше билік ету, самоуправство орысша айтқанда. Бұл баптың несі өте санкциясы жеңіл деп соттаңыз дедім. Сотта деп мен сотта да айттым судьяда. Егер нағыз соттау керек болса. Енді осы жерде мен нақтылай кетейінші, сіздер әлі айыптау актісін алған жоқсыздар, иә, қолға? Айыптау актісін алдық. Ой, айыптау деппін ғой, үкімді. Үкімді алған жоқпыз. Иә. Ол да заңсыз. Егерде сот үкімді оқығаннан кейін бірден беру керек бізге. Өйткені біздер үшін жаңағы апелляциялық шағым соттың үкімі оқылған күннен бастап 15 күн, иә. Біз қазір жаза алмай отырмыз, мысалға жаза алмай отырмыз. Өйткені біз үкімдің ішіне қарап жазуымыз керек қой. Бұл үкімдің қазір үкім әлі берілген жоқ. Міне бүгін нешесі болды? Бүгін міне 18-і, үкім 13 күнге болды. Міне 5 күн өтті. Өзі мынау сот үкімі оқылған сәттің өзі бір түсініксіз жағдайда өтті да. Мысалы, біздерді бір-екі журналисті бір бөлмеге апарып кіргізіп қойды. Біз сол жерден экранға қарап тұрдық. Ал жаңағы үйқамақта жүргендер судьямен бір залда отырды. Ал кейін, соттан кейін СИЗОның алдына барғанда, СИЗОның ішіне оларды әлі әкелген жоқ дейді. Сонда оларды соттың ғимаратына апарып, бірақ судьямен үкім оқылған жерге қатыстырылмаған ба? Енді бұл жерде мысалға да былай қарап отқанда 19 адам дейтін қарапайым, ешқандай былай бұрын қылмыс жасамаған өте бір бейбіт адамдар. Сол сот болатын уақытта біріншіден жабық өткізуінің өзі де, мысалы, сосын өздеріңіз көрдіңіздер ғой, соттың алды толған полиция, пожарный машиналар, мына 5 ауыздарын жауып алған жаңағы өте көп болды. Полиция қызметкерлері, олардың барлығы дейтін ешқандай қажеттігі жоқ ол жерде. Ондай бұл жерде бір ұйымдасқан қылмыстық топты соттап атқан жоқ, шырттан шабуыл жасап құтқарып кетеді. Қорқыныш сезімін. Бұл жерде даже пожарный жаңағы өрт сөндіру машинасында ешқандай да қатысы жоқ. Өйткені ол жерге ешкім жиналып атқан жоқ, адамдар келіп атқан жоқ. Иә, тек қатысушылар. Өйткені жаңа Талдықорған алыс, адамдар жаңа тек былай телефонмен хабарласып отыр, мысалға адамдар. Соның өзінде де қарап отқанда осының барлығы не үшін жасалынады? Осының барлығы жасалынады. Бұлардың барлығы мына сотқа деген қысым, біздің түсінігімізде сотқа деген қысым, сотқа деген қысым ол заңға қайшы болып саналады. Сотқа ешкім қысым көрсетуге хақысы жоқ.
яғни жаңағы полициялар жағынан, прокуратура тарапынан осылардың бәрін ұйымдастыру, жаңағы сіз айтқандай, даже үкім оқығанда сотталушыларды қатыстырмау. Мысалға, олардың барлығы сол бұлар дейтін өте қауіпті адамдар, бұларды дейтін бостандыққа қоюға болмайды, бұлардың айналасында ағайындар, жекжаттары да кілең қауіпті адамдар деген мағына ғой енді. Дегенді көрсету. Иә, мен сізден нақтылай кетейін дегенім, мен сол үкімді тыңдап тұрдым. Сол кезде судья Байболов айтты, Гүлдәрия Шеризат 5 жылға бас бостандығынан айырылады, бірақ та оның жаңағы үкімі ресми түрде жүзеге асырылады, баласы кәмелеттік жасқа толған соң 1 жылдан кейін деді. Сонда Гүлдәрия Шеризат 1 жылдан кейін түрме жазасын алуы мүмкін бе? Бұл деген тіпті нонсенс ситуация ғой, өйткені күйеуі Қытайдың түрмесінде, өзі Қазақстанның түрмесінде. Хорошо, мен сізге түсіндіріп айтып берейін. Шеризат Гүлдәрияға сол 1 жылға кейін шегерді. Яғни ол 1 жылдан кейін келесі жылдың апрель айында оны қамайды 5 жылға. Күйеуін 2,5 жылға, өзі 5 жылға қамалады, ана қыздар шырылдап қалады. Содан кейін Шаймұрат Гүлнар деген жаңағы әйел, оған да сол 74-ші баппен оны да кінәлі деп танып 5 жылға түрмеге, бірақ оның жазасын 5 жылға шегерді. Ол да 5 жылдан кейін түрмеге кетеді. Осы Мақсатқа Нәзігүл деген жаңағы екіқабат әйел, сол сотталып жатқанда босанған. Сол әйелге де сондай бас бостандық шектеу жазасы. Мысалға, Қытайдың туын өртейді қытайлықтарда. Енді ашуланады, өртейді Қытайдың туын, аяққа таптайды. Солар үшін Қытайдың жазасы 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Қазақстанда бапта 372-ші бап қылмыстық кодексте. Ол Қазақстанның туын, мемлекеттік рәміздерді қорлау, ол 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Ең ауыр жаза. Енді қараңыз қазір, егер де сол жерде қазақтың жалауын өртесе біреу, аяғына таптаса, оған судья 2 жылға бере алмайды дейді бас бостандығына. 2 жыл бас бостандығын шектеуге асып кеткенде оған 1 жыл бас бостандығынан айыратын еді. Ал қараңыз, енді Қазақстанның жалауынан Қытайдың жалауы артық болып тұр ғой. Қытайдың жалауын өртеп не қылған үшін, мысалы, ана ақсақал 64-тегі кісі жаңағы үлкен сол кімде зажигалка бар дегендей, менде бар деп зажигалка өртеген ғой. Сол кісіге 5 жылға түрмеге жіберді. Түсінікті. Енді осы жерде мен Шынқуат мырзам бір сұрақ қояйыншы. Егер мысалы бағанағы біздің әңгімемізден ту өртеу немесе портрет өртеу әрекеті заңдық тұрғыдан қылмыс деп санамаса, онда бұның бір саяси астары бар деп санауға болады? Әрине, мен енді бұл мәселе жөнінде кеше маған шетелдің журналистері осы сұрақты қойды. Мен оған анық айттым, бұл жерде мен ешқандай жалған сөз айтып жатқан жоқпын. Оның себебі мен оларға былай деп түсіндіріп айттым. Нағыз атажұрт еріктілері 16 жылдан бері қарай қызмет атқарып келе жатты. Олар бұдан да осындай жағдайларда, бұлар осындай әрекеттерді бұрында жасады. Жалау өртемесе де, бұлар ана түрменің алдына барып, Қытайдың посольствосының алдына барып та қараған әйелдер әңгіме қылды. Өздері де талай бір нәрселер айтты. Сосын Қытай жөнінде бұлар шетелге жан-жаққа жазды, сөйледі, митингілер өткізді. Бірақ бұларды ол кезде ұстаған жоқ. Өйткен себебі олар билікке таласқан жоқ. Бұларды Қытай, мына нағыз атажұрттардың сол соңғы 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын бұлар саяси партия құрамыз деп бүкіл облыс көлемінде, бүкіл Қазақстан облыстарынан адамдар жиналды. Бұлар сол адамдарды барлығының тізімдерін алып, бұлар Әділет министрлігіне барып арыз жазды. Ол арызын олар қабылдап алды да, бұлар қанағаттандырмады. Бұлар содан кейін, бұлар сосын 2 рет алып барды. Яғни бұлар билікке, саясатқа араласты, как саяси партия есебінде. Ал енді өздеріңіз білесіздер, Алға Қазақстан деген партияны, ол да саяси неге билікке, партия құрамында араласты. Оның басшыларын өздеріңіз білесіздер. Енді жаңағы жел аяқ жігіттері бар, жаңағы басқалары бар, жаңағы Марат Жанбаев. Сосын тағы да басқа саяси партия кім? Мен саяси партия құрам, билікке таласам дегендердің енді жағдайлары жақсы емес. Бәрі көбі түрмеге түсті. Енді мына жерде де дәл сондай жағдай, бұл азаматтардың айтып отырған бұрын как еріктілер болып жүргенде бұларға ешкім түрмеге салған жоқ. Тек ішінде Серік Жанға ғана қозғады, 174-ші баппен оны да жаңағы шектеумен жібере салды. Бұлардың саясатқа араласуына байланысты, нағыз атажұрт еріктілерінің жаңағы партия құрамдауына байланысты
бұларға уже көзқарас өзгерді. Бұларға өздерінің саяси қарсылас есебінде қарады. Сосын өздеріңіз білесіздер, жаңа конституцияға сәйкес енді тек қана партиялық тізіммен ғана өтеді. Бұлар енді өздерінің уже арыздарын беріп қойды, өздерінің ұйымдастыру жұмыстарын жасаған дайын партия ғой бұлар. Енді бұлар, егерде мен өз ойымен бұл жерде, егерде бұларды қазір бостандықта қалдыратын болса, 3 жылға бас бостандығын шекпей бұлар ақтап жіберетін болса, бұлар ертең араласады саясатқа. Бұл жігіттер араласады саясатқа. Бұлардың қолдаушылары да көп. Соған байланысты бұларға біріншіден 3 жылға шектеу жасап тастады, жаңағы араласуға болмай саясатпен. Сосын екіншіден енді ішіндегі жаңағы жалау ұстап тұрғаны, сөйлегені, жаңағы аяғымен жалауды басқаны, солардың барлығына ішінде де баспағаны бар, соқыры бар, саңырауы бар, бәріне 5 жыл түрмеге жіберді, 7 азаматты жаңағындай шектеуге жіберді. Яғни олардың ұғымында бұларды уже как саяси қарсылас есебінде жойды. Енді мысалы сіздер алдағы уақытта апелляцияға баруға дайындалып жатырсыздар қазір, иә? Үкім қолға алғаннан кейін апелляцияға дайындаласыздар. Апелляциядан не күтесіздер? Егер бұл істің саяси астары болса, бұған бір саяси ерік-жігер биліктің тарапынан, президенттің тарапынан болуы мүмкін бе? Енді мен көп жағдайда, мысалға, біз енді үмітсіз шайтан дейді ғой. Мысалға, мен енді ойламайын, прямо кім Қазақстан біздің президентіміз жаңағы Тоқаев, жаңағы Қасым-Жомарт, ол прямо тапсырма беріп, осылардың бәрін давай соттан қырын жойын деп айтты деп мен өз басым ондай ойламайын. Менің ойымша бұл жерде мәселе жаңағы аппарат президенттен болсын, бас прокуратурадан болсын, сондай полициялар болсын, бұл жерде солардың жаңағы шашал десе бас алатын саясатымен кетіп қалып отыр. Әрине мен білем оларды ақтамайтынын, ешкімді ақтамайды қазір. Бірақ енді мынандай өте өрескел қатаң жаза біріншіден. Сосын екіншіден мен сотта да бұл мәселені айттым. Судьяға мен айттым, егер де сіздер қазір бұлардың бәрін кінәлі деп танып қатаң жаза беретін болсаңыздар дедім, сіз тек қана бұл адамдарға ғана қиянат жасап жатқан жоқсыз. Сіз мемлекетке қиянат жасап жасайсыз. Өйткені себебі сіз Қазақстан мемлекетінің дүние жүзінің алдындағы абыройын айрандай төгесіз. Ешбір жерде дедім, ешбір мемлекетте Қытайдың не бөтеннің жалауын өртеді деп ешкім соттап жатқан жоқ. Ал сіздер оны соттағанда соттаңыздар, жақсы жаңағындай бас бостандығын шектеңіздер. Ал енді 5 жыл түрмеге жіберетін болсаңыздар, бұл халықаралық сенсация болады. Сол айтқаным дәл келді. Қазір дейтін, мысалға, мен сотқа тапсырдым, сотқа мен бердім, мынандай мәлімдемені, бірлескен мәлімдеме сотта бар. Бұл жерде мына шетелдегі, мысалға шетелдегі 10-ның үстіндегі ұйым осылар жазып отыр да, бұл азаматтардың барлығын босатыңыздар. Бұл жерде адам құқықтары тапталмады деген сөзіңіз аузыңызда. Бұл жерде қол қойшы ұйымдардың ішінде қарасаңыздар, Қытай азаматтары бар. Доктор Боб Фу дейтін Қытай, жаңағы Ханзу. Сосын мысалға мына доктор Ден Ван деген тоже Қытай. Кілем мысалға енді егерде жаңағы айтып отқандай Ханзулардың, осылардың Қытайдың халқының ар-намысына тиетін болатын болса, бұл Қытайлардың жаңағы ұйымдары не үшін бірлескен мәлімдеме жасап отыр? Мына азаматтардың әрекетінде ұлтараздық жоқ деп. Енді осы кеше, мысалы, үкім шыққаннан кейін есіңізде болады, айтып жатыр. Осы ұйымдар, басқа да ұйымдар шетелде бұл масқара жағдай деп, қайта қараңыздар деп талап қойып жатыр. Енді бұл осы жағдай, бұл біздің Қазақстан мемлекетінің оның басшысы Тоқаевтың ол абыройын көтере ме, түсірмесе төмен қарай. Осы жағында, мен ойымша, осы жағында ойлау керек апелляциялық шағында. Енді негізі сіз жалпы президент Тоқаевқа үміт артамын деп айтып отырсыз ғой. Бірақ ол бұрынғы дипломат ретінде Amnesty International және басқа үлкен халықаралық ұйымдардың бұған айыптау реакциясын білдіріп, сот әділетсіз өтті, босатсын деген пікір айтып жатқанын біледі. Осы тұрғыда мен мынандай бір сәйкестікке таңғалдым. 13 қарашада осы акцияның болғандығы туралы жарияланды, иә? Ал 14 қарашада Қазақстан билігі Қытай тарапынан наразылық нотасын алды.
яғни айыптау актісінде осы Қытайдың дипломатиялық нотасынан үзінді де келтірілген екен. Сонда бұл өзі жалпы қылмыстық процеске қаншалықты сай келеді? Бұл қылмыстық қудалауға сыртқы ықпал болды деуге негіз бар ма осы тұрғыдан алғанда? Енді мен де былай қарап отқанда осы сөзім үшін көп адамдарға жақпаймын да. Мен айтамын да, бұл осы именно мыналардың жала өртегені, жаңағы Си Цзиньпин суретін өртегені Қытайдың басшыларына, Қытайдың коммунистік партиясына маса шаққандай да әсер еткен жоқ. Оларды тіпті бұған ешқандай мән берген де жоқ. Олар үшін бұндайлар 2 күннің бірінде жасалып жатыр. Даже Қытайдың өзінде, Қытай Халық Республикасының өзінде, Шанхай қаласында осы ұйғырлар мен қазақтарды геноцидтік саясатына қарсы нота жолдап тұр ғой, бірақ жоқ, тоқтаңыз, айтып алайын еді. Сол Қытай халқының өздері наразылық білдіріп, өздері жала өртеп жатыр, мысалға. Сол үшін тек қана оларға 3 жыл берді, оқудан шығарып жіберіп жатыр. Бұл жерде жаңағы Қытайдың осындағы елшілігінің жазған хаты. Ол хатта да ол жерде мемлекеттің жаңағы айтып отыр да, осындай наразылықтар біздерге жаңағы екі елдің арасына жаңағындай қайшылық келтіреді, анау мынау деген сөздер. Ол жерде де олар жаңағы бұларды давай жазалаңдар, құртыңдар, жойыңдар деп жатқан жоқ. Бірақ та бір нәрсе, біздің жаңағы құқық қорғау органдары мен прокуратураға осының өзі де жеткілікті. Олар осы хатты алғаннан кейін олар дейтін зәрелері қалмай бұларды жойып жатыр, қырып жойып жатыр. Бірақ сөйтсе де енді осы жағдай соттың тәуелсіздігіне және жалпы мемлекеттің өзіндік бір егемендік қағидаттарына қайшы келген сияқты. Енді сіздер қазір да мен өзімнің қорғаушыларымның жағдайы жеңіл болсын деп ойлаймын. Мен сізге қайта айтайын. Бұлардың жалау емес, Қызылматаны өртеген Си Цзиньпин суретіне алған, тіпті Қытайдың билігіне маса шаққандай да әсер еткен жоқ. Оларға бұлар дейтін керек емес. Бұндай мәселеге олар назар аудармайды. Бұлар мемлекет аралық екі елдің арасындағы саяси байланыс, экономикалық байланыс, басқа да байланыс, Си Цзиньпин мен Тоқаевтың арасында достығына бұл ешқандай әсер еткен жоқ. Жақсы. Енді сонда да бұл сотталған адамдарды негізі саяси тұтқындар деп атауға болады ма? Енді мен сізге айтып отырмын ғой, ол саяси тұтқындар, не себебі олар саяси партияны құрудың осы белсенді мүшелері, мына сотталғандардың барлығы. Яғни бұлар билікке таласты. Бұлар аңғал жігіттер, батыр жігіттер, аңғал жігіттер. Бұлар мынандай ішкі саясатты, Қазақстанның саясатын бұлар білмейді. Қазақстанда ешқашанда, енді бүгінгі таңда ешқандай партияны биліктің рұқсатынсыз ешкім құра алмайды. Сондықтан бұлар биліктің саяси қарсыласы. Түсінікті. Енді жалпы осы сот процесінде берген өтініштеріңіз толық қабылданды ма? Заң бұзушылықтар болды ма өзі жалпы процестің бәрі жабылды? Енді сот Байболов деген судья, мен енді айтам да, сотты өте дұрыс өткізді. Ешқандай заң бұзушылық болған жоқ соттың үстінде. Тек қана жаңағы жабық процесс өткізді. Ол да Байболовтың өзінің шешімі емес, ол жоғарыдан солай келді, осылай өткізін деп. Бұл үкімді Байболов алған жоқ. Байболов тек қана жаңағы сотты өткізіп берді. Өзінің ойын айтқан шығар, мына жерде былай жасаса қайтеді, бірақ та бұндай саяси процестерде білесіздер, шешімді олар алмайды. Шешімді прокуратураның, бас прокуратура жағынан келеді, жаңағы айыптау актісі. Өздері айтады ғой, өздерінің жарыс сөзінде прокуратура қалай айтады, и солай болады. Байболов судьяның билігіндегі нәрсе емес. Ол көңіліне келсе де айтайын. Мысалға, ол кісі емес, бұл шешімді алып отқан, бұл саяси шешім. Қайталап айтайын. Саясат араласқан шешім. Саясат араласқан жерде заңның үстемдігі жойылады. Жақсы, үлкен рахмет уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге. Сізге де рахмет.